Қазақ халқы, тұтас Қазақстан халқы, сіздердің ең асыл азаматтарыңыз. Міне, ана суретте тұрған Марат Жыланбай, Айгерім Тілеужан, Умар Мұхаммедкәрім, Асқар Сембай, Бекзат Мақсұтхан, Еркінбек Тұрақын бастаған осы азаматтар қазір тақақ қамалып отыр. Нәзігүл Мақсұтхан 7 айлық жүкті болса да, аяқ ауыр болса да, электрондық кісенмен кісенделіп үй қамақта отыр. Қазақстан билігінің бұл зұлымдығы жауапсыз қалмайды. Біз қазір Америкада, Еуропада Қазақстан билігінің адамдық құқықты өрескен бұзу қылмысын ашып жатырмыз. Американың сенатында, Американың хаусында, Американың құзырлы мекемелерінде және халықаралық адамдық құқық ұйымдарында біз бұл қылмысты жария қылудамыз. Қазақстан билігі Айдос Садықовты өлтіргенменен, Қазақстан билігі Арон Атабайды өлтіргенменен, Атабекті өлтіргенменен, Қазақстан билігі барлық саяси тұтқындарды соттап, қамап, оларды үрейлендіргеніменен, Қазақстан билігі өздерінің әлем алдында масқара болғанын білуі керек. Қазақ халқы ешқашан қорықпаңыздар. Барлық қуғындау, барлық саяси қысым, барлық репрессия ол ешқашан мәңгілік емес. Қылышынан қан тамған империялар, барлық диктатор жүйелер түптің түбі құлайды. Freedom for all political prisoners in Kazakhstan.